Кабда электр желілері учаскесінде еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік күніне орай апатқа қарсы жаттығу жұмыстары жүргізілді. Сол жаттығу жұмыстарына барлық қызметкерлер қатысып, оның ішінде бір мастер, 3 электромонтер іс жүзінде апатқа қарсы жаттығу тәжірибесін жасады. Мастер Хабдиевский ОС, Жумагалиев Амангелді Тангелевич, группа 5. На повреждение келдік, талғылаған, бір провод үзілген. Устранение обрыв провода. Заявка диспетчерге берілді, 149 заявка. Пролеты опоры номер 1 до номер 2 произвести устранение обрыв провода фаза Б. Қобда ауданында бағанадағы сымның үзілуі кезінде қолданылатын әрекеттердің тізбегі бойынша жаттығу жұмыстары жасалды. Жаттығуға жұмыс орнын дайындау барысында біріншіден бағана бойындағы сым электр қуатынан ажыратылып, желіде жұмыстың жүргізіліп жатқандығы жөнінде белгі қойылды. Электр жарығы мен электр жабдықтарын пайдалану кезінде бірнеше ережелерді ұстанған жөн. Электр тоғы өте қауіпті болғандықтан, әрбір жасалған қадам аса мұқияттылықпен жасалуы тиіс. Жазатайым оқиғаларды болдырмас үшін бірнеше шаралар қолданылады. Қауіпсіздіктің сақталуына жағдай жасалғанымен, оның нәтижесі біріншіден қызметкер жасаған әрекетке де байланысты. Мысалы, жұмысқа кіріспес бұрын барлық құрал жабдықты тексеріп алған жөн. Ал бір қателік байқасаңыз, дереу құралды ауыстыру қажет. Бұндай жағдайда тәуекел етпей, әуелі адам қауіпсіздігін қамтамасыз еткен дұрысырақ. Қазіргі кезде адам өмірін электр қуатынсыз елестету өте қиын. Ал оның қауіпсіздікті сақтамау, онан да қиын жағдайға әкеліп соқтырары сөзсіз. Сондықтан қауіпсіздік ережелерін сақтай білу өз өміріңді сақтаумен бірдей. Мекемеміздің мамандары ауа райының ыстық суығына, жұмыстың ауыртпашылығына қарамастан, тәулік бойына аянбай қызмет етеді. Апаттық жағдай орын алса дереу көмекке асығып, Ақтөбе халқы жарықпен үздіксіз қамтылуы үшін барын салады. Қауіпсіздік ережелерін білу әрбір мекеме қызметкері үшін міндет болып саналады. Себебі ережені сақтау қауіпсіздік кепілі. Бұл апатқа қарсы жаттығу жұмыстары оқыс жағдайлардың алдын алуға үйретіп қана қоймай, қызметкерлердің қаншалықты қауіпсіздікті сақтайтындығын көрсетеді. Бұл жаттығуға еңбекті қорғау және қауіпсіздікті сақтау қызметінің жетекші инженері өз бағасын берді. Жаттығу кезінде біршама кемшіліктер анықталып, сол кемшіліктер бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді.